Сәлем достар, бұл мен Айдана, акушер-гинеколог. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеомыздың тақырыбы бала жынысын анықтау немесе есептеп көтеруге болады ма? Әрине, егер сіздерге видео ұнаса лайк басып, комментарийға өз ойларыңызды жазып, сұрақ қойсаңыздар, және араларыңызда бала жынысын жоспарлатқан, сол жоспар кезінде қаншалықты сәйкес келді, соны жазсаңыздар, және де видеоны соңына дейін көріп, егер ұнап жатса, ақпаратты болып жатса, достарыңызбен, жақындарыңызбен бөліссеңіздер, мен қуанышты болар едім. Менің жекеме көптеген хаттар келеді. Ұлым бар еді, енді көмекші қыз болғанын қалаймын. Немесе қыздарым бар еді, мұрагер ұлым болғанын қалаймын. Жоспарлап бере аласыз ба? Қай күні жыныстық қатынасқа түссем қызды болам, немесе ұлды болам? Айдың қай күні, аптаның қай күні көтергенім дұрыс деп қойып жатады. Біз мамандар ретінде 100% нақты сіздің балаңыздың жынысын нақты анықтап бере алмаймыз. Себебі жатырыңызға біткен яғни болашақ сәбиіңіздің жынысын 100% тек қана бір жаратушы, яғни Аллах қана біледі. Ал біз ғылыми тұжырымдарға сүйене отырып тек болжаймыз. Және де балаңыздың болашақ жынысы ол ер адамның ұрық спермасының құрамына тікелей байланысты. Ер адамның ұрығында, спермасында екі түрлі жыныс хромосомасы болады. X немесе Y. Мысалы, жыныстық қатынастан кейін ер адамда бір уыстай сперма бөлінеді. Сперманың құрамында миллиондаған жасушалар болады, ер жыныс жасушалар болады. Оның құрамында X немесе Y хромосомалы жасушалар кездесуі мүмкін. Сондықтан сіздің болашақ сәбиіңіз ұл да немесе қыз да болуы мүмкін. Тіпті егіз де болып қалуы мүмкін, ұл да қызда. Енді егер ұрықтану процесі кезінде әйел адамның жыныс жасушасына X хромосома бірінші жететін болса, онда қыз, ал Y хромосома жететін болса, онда ұл болады. Жалпы ер адамның жыныс хромосомасы екі түрлі болады дедік, X және Y хромосома. X хромосома ол жуан, ауыр, баяу қозғалатын, бірақ төзімді келеді. Ал Y хромосома керісінше нәзік, әлсіз, төзімсіз, бірақ жылдам қозғалады. Ал әйел адамның жыныс жасушаларында тек X хромосома болады. Сондықтан жаңа айтып өткенде, егер ұрықтану кезінде ең бірінші шапшаң түрде Y хромосома әйелдікіне жететін болса, жыныс жасушасына, онда ұл болады. Ал X хромосома жететін болса, ұрықтану кезінде спермасы, онда қыз болады. Енді бір сперманы, жалпы ер адамның ұрық жасушалары көбінесе әлсіз, сілтілі ортаға бейім, яғни сондай ортада тіршілік ете алады. Ал әйел адамның жыныс ағзаларының ортасы, средасы, яғни әлсіз қышқылды ортасы, ояқта бактериялар өспеу үшін. Енді қараңыз, жыныстық қатынастан кейін спермалар көп мөлшерде қынаптан жатырға қарай өтеді. Ол жақ қышқылды орта. Көптеген спермалар ол жерде өзінің тіршілігін тоқтатады, яғни өмір сүруін тоқтатады. Тек қана ішіндегі ең күштісі, ең мықтысы ғана жатыр түтіктеріне, трубкаларына өту арқылы, егер овуляция күніне сәйкес келсе, әйел адамдағы жыныс жасуша сыртқа шығатын болса, ұрықтану процесі болады. Енді біз былай болжаймыз, мамандар, овуляция күніне 2-3 күн қалған кезде жыныстық қатынасқа түсетін болсаңыз, онда жаңағы тез қозғалатын, бірақ төзімсіз Y хромосомалар шыдамсыз келеді, олар тіршілігін тоқтатады. Ал X хромосомалар керісінше шыдамды, төзімді болғандықтан, овуляцияға дейін жыныстық қатынасқа түссе, онда ұрықтану процесі болса, сол кезде күтіп сәтті болатын болса, онда дүниеге қыз келеді. Ал егер овуляция күні жыныстық қатынасқа түсіп, сол күні ұрықтану болатын болса, онда ең бірінші шапшаң Y хромосомалары жеткендіктен дүниеге ұл бала келуі мүмкін. Яғни бұл тек қана болжам, ғылыми болжам.
Ал қазіргі таңда көптеген жаңағы календар бойынша жоспарлау және баланың жынысын анықтап беремін деген маман иелері көбейіп кетті. Ондай маман иелеріне көп сене бермейміз, себебі олар 100% жағдайда сіздің балаңыздың жынысын анықтап бере алмайды. Ол тек қана табыс табудың бір көзі ғана. Және де олардан сұрасаңыздар, жаңағы 90-100% нақты бола ма десеңіздер, олар көбінесе 70-30% нақты деп айтады. Яғни олардікі дұрыс болса 70% құрамына ендіңіз, ал егер дұрыс емес болса 30%, яғни қателесуге душар болдыңыз деген сияқты. Сондықтан бұндай маман иелеріне көп алданбай, тек Аллахтан тілеп, ұл болсын, қыз болсын дүниеге дені сау, 12 мүшесі аман, ұрпақ алып келуді барлығыңызға нәсіп етсін. Және де айта кететін жағдай, сондықтан болашақ сәбиіңіздің жынысы әйел адамға емес, ер адамның ұрық жасушасына тікелей байланысты. Сондықтан көбінесе жаңағы қыз туа берсе немесе ұл туа берсе, ер адамдар ренжіп жатады. Осы әйел қыздан басқа, ұлдан басқа бала алып келе алмайды деген, Сондықтан ер адамдар осы видеоны көріп отса, немесе әйел адамдар осындай сөздер естіп жатса, онда әйел адамның болашақ баланың жынысына бұлай тікелей әсер етпейді, тек ер адамның спермасы, ұрығы тікелей әсер етеді. Сондықтан бір-бірлеріңізді ренжітпей, дүниеге сау бала дүниеге алып келуге тырысу қажет. Ол болсын, қыз болсын, ең бастысы 12 мүшесі сау болсын. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі жүздескенше сау болыңыздар.